Хламидия бұл тірі микроорганизм. Бірінші жұғу жолдары бұның 80% әрине жыныстық қатынас арқылы жұғады. Егер де әйел кісінің ағзасына түсетін болса, ол жерде жатырдың бойының қабынуы әкелуі мүмкін, тұрбаның бітелуіне әкелуі, яғни бұл кісілердің қарап отырсақ, мысалы, инфекция болуы мүмкін. Ерлердің ағзасында алып келетін жағдайлар бірінші сперматозоидтардың өлуіне алып келеді. Яғни мүмкін шыға алмауы мүмкін сыртқа қарай. Осы шыға алмағанның әсерінен обструктивті, яғни азоспермияға алып келеді. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін сіздермен инфекцияның бір түрі, аса қауіпті инфекция, ерлердің арасында, болмаса әйелдердің арасында бедеулікке ұшырататын түріне тоқталамыз. Ол хламидия инфекциясы. Мынау хламидия несімен қауіпті? Ол қандай жағдайда түсуі мүмкін ағзаға? Хламидия бұл тірі микроорганизм, яғни бұл ағзаға түскен кезде ерлердің ағзасы, болмаса әйел кісінің ағзасында шабуыл жасауы мүмкін. Қалай? Бірінші жұғу жолдары бұның 80% әрине жыныстық қатынас арқылы жұғады. Үрпіге түскеннен кейін жыныстық қатынас арқылы жұғатын болса, бұл ерлердің ағзасында алып келетін жағдайлар. Бірінші хламидиялық уретритке алып келеді, яғни үрпі каналдың бойы инфекция түскенге байланысты қабынады, рең бөлінуі мүмкін, қышыну симптомдары болуы мүмкін, ашу симптомдары болуы мүмкін, кейбіреулерінде бессимптомды жүреді, яғни білінбейді. Хламидия инфекциясын жұқтырған, бірақ иммунитеті жақсы, қалыпты, бірақ симптомдар белгісіз. Оны, яғни случайно дейміз ғой, бір тексеру барысында ғана анықтап жатамыз. Бұл вирус әйел кісілердің ағзасына түсетін болса не істейді? Егер де әйел кісінің ағзасына түсетін болса, ол жерде жатырдың бойының қабынуы әкелуі мүмкін, тұрбаның бітелуіне әкелуі, яғни бұл кісілердің бедеуліктерін алып келуі мүмкін, тұрба бітеліп жатады, әйелі бала көтере алмай жатады. Қарап отырсақ, мысалы, инфекция болуы мүмкін. Ол күйеуінен түсуі мүмкін, әйеліне күйеуінен жұғуы мүмкін. Басқа енді еркектің ағзасында бұл қандай асқынуларға алып барады? Жаңа айттық, уретритке, одан кейін простатитке апаруы мүмкін. Қуғасты безіне бұл вирус жететін болса, сол жердегі қуғасты безі стерилді, яғни таза орган деп айтатын болсақ, сырттан түскен вирус сол таза жерді қабындырады. Яғни сол жерде ісіну, қызару, іріңнің пайда болуы, болмаса дәріге шыққан кезде ауру сезімдерінің пайда болуы осы хламидия инфекциясына байланысты болады. Ол бір ғана үрпінің бойында тұрып қалмай, ары қарай бұл қуғасты без арқылы визикула, яғни шәуеттің жүретін, ұрықтың шығатын каналдарына түсуі мүмкін. Ол визикуланы қабындыруы мүмкін, визикулит ауруы, одан төмен қарай түсуі мүмкін, дифферентит ауруы, одан кейін еннің қосалқысына баруы мүмкін, эпидидимит ауруына баруы мүмкін. Мүмкін жұмыртқаның өзінде қабындыратын болса, орхоэпидидимит ауруына алып баратын бірден бір инфекцияның бірі осы хламидия. Егер де мысалы айтатын болсақ, ер баланың ағзасына түсті, мүмкін ол сезген жоқ, мүмкін симптомдары болды, бірақ емделмей ұзақ уақыттан бері жүре берді. Бұл ұрық каналдарының бойына түскеннен кейін, сол жердің қабынулары үнемі қабынып жүре беретін болса, сол жердің тыртықтануына әкелуі мүмкін. Яғни структураға келеді. Структура дегеніміз ұрық каналдарының жүретін каналдың бойы тарылады. Соған байланысты ұрықтың сперматозоидтардың өлуіне алып келеді. Яғни мүмкін шыға алмауы мүмкін сыртқа қарай. Осы шыға алмағанның әсерінен обструктивті, яғни азоспермияға алып келеді. Оның енді жұмыс барысында бізде кездескен жайттар болды. Біздің ЕРЕМ орталығында менің әріптесім істейді, Ерік Қартанбаев деген кісі. Біз үнемі опыт алмасып отырамыз. Дәрігер болғаннан кейін бір-бірімізден білмегенімізді сұрап, ақылдасып отырамыз. Осы кезде ол жігіттің айтқаны, осы хламидияны негізінен осы экоға баратын кезде тексереді. Неге? Өйткені ертең күні эко салған күннің өзінде, егер хламидия болатын болса, ол түсікке алып келуі мүмкін. Мүмкін каналдың бойы осы структураға байланысты ұрық шыға алмай жатады. Операция арқылы қалпына келтіріп жатады. Мүмкін операция жасамайтын жағдайларға алып келіп жатады. Соған байланысты бұл хламидия инфекциясының қауіптілігі осыда. Егер де осы хламидиядан кейін азоспермия әкелетін болса, ол структураның әсерінен қанша дәрі ішсеңіз де, қанша емделсеңіз де, ұрық қайта шықпауы мүмкін. Өйткені канал намертво жабысып қалды. Ал енді әрине бұл ауру анықталатын болса, ерте анықталатын болса, оны қалыпты емдейтін болсаңыз, әрине біздің әке болу, ана болу мүмкіндігімізге жағдай жасалады. Өзімнің практикамды айта кетсем, бізде Талдықорған қаласынан келген пациентім болды. Әйелінде де, өзінде де осы хламидия инфекциясы болған.
енді үйленгеннен кейін, бала көтермегеннен кейін тексеріп бастаған, анықталған диагноз, бірақ ол кісілер ем бастамаған, келіп енді ем алған. Енді біздің орталықтан емделіп кетті. Инфекция 2 кісіде де кетті. Одан кейін барып бұлар бала жоспарлауға кіріскен. Спермограммасының нормасы қалыпты болатын, бірақ инфекцияның әсерінен бала көтере алмай жүрген. Ем алғаннан кейін 3 ай 6 айдың арасында бұл кісілерде жүктілік пайда болды. Әзір Аллаға шүкір, бұл кісілердің жаңағы бір қыздары бар. Ана күні маған хабарласты. Яғни осы жаңалығын айтып бөлісіп жатыр. Бұл жерде айта кететін қандай жағдай? Егер де инфекцияның асқынулы байқалатын болса, міндетті түрде оны емдеу керек. Хламидия инфекциясы емделеді. Оны бастапқы сатысын емдейтін болсаңыз тез кетеді. Мынау үрпідегі жүрген түрі, яғни қауіпті жоғары алып келеді. Егер емделіп кеткен болсаңыз, сіздің қаныңыздан көрсетуі мүмкін. Яғни Ч формасы, антителасы, болмаса М формасы кездесуі мүмкін. Егер иммуноглобулин М кездесетін болса, яғни сізде қайта жұғуы мүмкін. Инфекциямен ауырып кеттіңіз, бірақ қайтадан түсетін болса, реинфекция түсуі мүмкін. Егер де мысалы титрі жоғары болатын болса, созылмалы хламидияның иммунитетіңіз жоғарылаған, төмендеген кезде бұл вирус қайта өршуі мүмкін. Соған байланысты хламидияның негізгі асқынулардың барлығы осы еркектік бедеулік, әйелдік бедеулікке алып келетін түрі. Енді оның хламидияның емдеу жолдары әрине бұл дәрігердің қадағалауында емделу керек. Үй жағдайында оны емдейміз деп әуре болудың қажеті жоқ. Өйткені егер бұл инфекция уақытылы өлмейтін болса, уақытылы дұрыс емделмейтін болса, қазір қарасақ көп препараттарға адам ағзасы тұрақтылық туындап жатыр, тұрақтылық болып жатыр. Өлмеуі мүмкін инфекция. Одан кейін қайта өшуі мүмкін. Соған байланысты инфекция анықталатын жағдайда міндетті түрде оны емдеуге тырысу керек, құрту керек ағзадан. Егер де емделу уақытылы емделіп жоятын болсаңыз ағзаңыздан, ол сіздің ертең денсаулығыңыздың қалыпты жұмыс істеуіне алып келеді. Бір ғана бұл үрпі жолдарына түсу емес, бұл буынға түсуі мүмкін, басқа да қан тамырлар мен басқа ағзаларды зақымдауы мүмкін. Енді өкпеге түсуі мүмкін. Мынау жаңағы көбінесе 80%-інде осы зәр шығару жолдарында зақымдауға алып келеді. Бір апамыз айтады, осындай хламидия инфекциясы бәленбай жылдан бері жүре береді екен ағзасында. Өйткені соғыс жылдарында болған, күйеуінен жұққан, күйеуі қайтыс болып кеткен, бұл кісіде цистит ауруы бола береді екен үнемі. Бұл енді дәрі ішеді, қоймайды, жүре береді. Бір күні гинекологқа барып тексерілсе, апамыздан жаңағы инфекция анықталып отыр екен. Қарасақ, бұл вирус қанша жылдан бері мысалы ол кісінің ағзасында жүр. Бұл тек қана еркектің ғана ағзасында емес, бұл әйелдердің ағзасында да цистит, жаңағы уретрит ауруларын туындататын бірден бір инфекция осы хламидия болып табылады. Енді басқа инфекциялар қоспаған кезде осы хламидияның ең қауіптілігі, қанша жерден мынау эко жасасаңыз да, бұл егер инфекция анықталатын болса, міндетті түрде репродуктолог, гинеколог дәрігерлер сізді емдеуге жібереді. Емделгеннен кейін барып ағзаңызды осы хламидияны тазартқаннан кейін барып эко жасай аласыз, болмаса бала жоспарлай аласыз. Бүгінгі видеомыз ұнаған болса, достар, астына өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Біздің қоңыраушаны басып, біздің қазақша урологияның дамуына атсалысуға бізге қолдау білдіріңіздер. Аман, сау болыңыздар.